кез келген дәуірде діни көзқарастар біздің әлемде әртүрлі мәдени қауымдастықтардың қабылдауының маңызды бөлігі болды. Бірақ барлық әлемдік діндер бейбітшілік, тыныштық пен үйлесімді дамуды насихаттағанына қарамастан, соңғы жарты ғасырда діни негіздегі қайшылықтар барған сайын өрши түсті. Біз дінді саяси мақсатта қолданған көп қақтығыстарды көрдік. Бұл тұрғыда біздің еліміз діни келісім орнаған, жалпы қараңғы тенденциядан бас тартқан мемлекеттердің бірі болып табылады. Қазақ даласын ежелден әртүрлі конфессиялық тектес көптеген халықтар мекендегеніне қарамастан, қазіргі уақытта конфессияаралық диалогты дамыту бойынша біздің тәжірибеміз ерекше құндылыққа және үлкен сұранысқа ие. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасуынан бастап дінаралық келісімнің маңыздылығына баса назар аударды. Қазақстандағы кез келген деструктивті емес, сындарлы идеология біздің мемлекетіміздің көп ұлттыған емес, көп конфессиялы екенін ескеруі тиіс. Әртүрлі діндердің ізбасарлары жаңа мемлекеттілікті құруға қатысатындығын түсінуі, оның нығаюы мен дамуына қызығушылық танытуы маңызды. Бұл жағдайда кеңестік діни саясаттың тарихына қарамастан, жаңа тәуелсіз мемлекет зайырлы даму жолын растайтынын атап өткен жөн. Көптеген адамдар жағдайдың өзгеруін күтті, бірақ мемлекеттің зайырлы сипаты барлық конфессияларды қолдауға және олардың арасындағы диалог үшін жағдай жасауға негіз болатындығын назардан тыс қалдырмау маңызды. Бұл туралы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің тәуелсіздік стратегиясы атты кітабында жазады. Сонымен бірге, мемлекеттің зайырлы сипаты кез келген дінді немесе атеизмді еркін таңдау мәселелерін неғұрлым демократиялық жолмен шешуге мүмкіндік беретіндігін, конфессиялардың теңдігін қамтамасыз ететіндігін баршаның санасына жеткізу қажет. Мемлекет өз тарапынан діни істерге араласпау саясатын жариялады. Бұл тәсіл Қазақстан үкіметінің бүкіл діни стратегиясының іргетасына айналған 1992 жылғы діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы өте прогрессивті заңда көрініс тапты. 1995 жылдың наурыз айында тәуелсіздік алғаннан кейін небәрі 4 жылдан соң тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. Аталған институттың негізгі функцияларының бірі конфессияаралық тұрақтылықты нығайту болды. Бұл салада ассамблея айтарлықтай жетістіктерге жетті. Көп ұзамай біздің еліміздің тәжірибесі бүкіл әлемде әртүрлі діни топтардың сәтті өмір сүруінің үлгісі ретінде қарастырыла бастағаны таңғаларлық жайт емес. Бұл жаһандық діни шиеленістің айтарлықтай өсуіне байланысты айтарлықтай айқын болды. 2003 жыл ақпанда Алматыда өткен халықаралық бейбітшілік және келісім конференциясында сөйлеген сөзінде Қазақстанның тұңғыш президенті республика аумағында дінаралық форум өткізу идеясын ұсынды. Сол себептен тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысы 2003 жылдың қыркүйегінде іске асырылды. Елордада алғаш рет әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтті. Мұндай кездесу әртүрлі діндер тарихи түрде қиылысып, өзара әрекеттескен Еуразияның жүрегінде өтті. 11 қыркүйектегі белгілі террорлық шабуылдардан кейін әртүрлі діни қауымдастықтар арасындағы келіспеушіліктер күрт шиеленісе түсті. Осыған байланысты шиеленістің дәрежесін төмендету мақсатында жан-жақты диалогты қайта бастау қажеттігі айқын сезілді. Осы тұрғыда Қазақстан өзінің табысты тәжірибесін ұсына алды. Саммитті халықаралық қоғамдастықтың ең беделді өкілдері де мойындады. Джордж Буш, Кофи Аннан, Маргарет Тэтчер, Цзян Цземин, Нельсон Мандела және басқалары Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасын қолдады. Осылайша, конфессияаралық әлемді нығайту мен дамытудың қазақстандық үлгісінің жетістіктері ең жоғары деңгейде расталды. Сондай-ақ, бірінші съездің қорытындысы бойынша қатысушылар осындай кездесулерді тұрақты негізде өткізуге уағдаласты. Бұл пікірталастың осындай форматының өнімділігін көрсетеді. Содан бері әр 3 жыл сайын Қазақстан жеріне әлемнің түкпір-түкпірінен діни лидерлер жиналады. Жалпы, дін көшбасшыларының съезі адал медиатор ретінде еліміздің халықаралық имиджін нығайтуға елеулі үлес қосады деп айтуға болады. Кез келген қақтығыстарда Қазақстан әрқашан бейтарап позицияны ұстанды және объективті көзқарасқа барынша жақындатылған, тең қашықтатылған ойыншы болды. Бұл әлемдік қоғамдастықтың біздің елімізге деген сенімін арттырады. Халықтың көпшілігі сунниттік ислам дінін ұстанатын Қазақстанда Сирия сунниттері мен алавиттерінің қауымдастықтары қатынасын Сирия қақтығысы бойынша бейбіт келіссөздер өткендігі өте маңызды. Қазіргі уақытта
Қазақстан әртүрлі конфессиялар өкілдерінің бірге тұруының табысты үлгісі ретінде заңды түрде қарастырылуы мүмкін. Бұл орайда тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың рөліне тағы да тоқталған жөн. Біздің экономика мен саясаттағы бүгінгі жетістіктер республика көшбасшысының батылдығы мен стратегиялық ойлауы ішкі тұрақтылықты сақтаудың нәтижесі.